just wanna rewind. I haven't seen you in a long time. You got me feeling so lonely. Even when you come through, I can tell that it isn't you. So baby, bring it in closely. Hate the way I love you, but you're so sweet. I always find a way to say the wrong things. I wish that we were laying in the same sheets, but lately you've been acting like you hate me. Come me Сізді қаншалықты жиі тексеріп тұру керек? Сіздің қабылдау кестесінде сіздің жеке дәрігеріңіз қызыл иектер мен тістердің жағдайына байланысты емдеуін жүргізеді және тексерілуін жүргізеді. 4 жас, яғни 4 жас пенен 18 жас балалар мен жасөспірімдер арасында скринингтік жүйе барысында тексерілу жылына 1 рет өткізіліп тұрады. Ауыз қуысы күтімі туралы жастарға берер кеңесіңіз? Ал жастарға берер кеңесім, ауыз қуысы күтімі ол біздің ішкі ағзамызға өте маңызды. Сол үшін біз ауыз қуысымызды таңертең, яғни кешкі жатар алдында күніне 2 рет мезгілі тісімізді ысамыз, тіс щеткасын 3 ай сайын алмастыруымыз қажет. Рахмет. Роботтар стоматологияны толық басқара ма? Жоқ, толық емес, бірақ көмектеседі. Роботтар не істей алады? Рентгенді талдайды, ауруды ерте анықтайды, имплантты дәл қояды, қайталанатын жұмысты орындайды. Ал не істей алмайды? Адаммен дұрыс сөйлесу, сенім беру, күрделі жағдайда шешім қабылдау. Стоматология тек техника емес, адаммен жұмыс. Сондықтан болашақ робот дәрігер бірге жұмыс істейді. Бірақ адам толық жойылып кетпейді. They walked away, they dressed in black, they left my side, and all I say is that I wasted time when I look back. Мен номері 231 орта мектебінің 9 сынып оқушысы Қаратаева Ақбота.